Жастық шақ. Бұл тәтті ой мен таңда тұрған жалындаған кез. Нағыз мақсатыңды айқындап, армандарға қол созатын, қайрат жігер тасыған шақ. Сағат сатып алсаң да, уақыт сатып ала алмайсың деген халық даналығы бар. Адам өмірінің елеулі бұл кезеңін бүгінгі буын өкілдері қалай өткізіп жүр? Бос уақытын тиімді өткізетін адам мақсат мұратына өзін жетілдіру арқылы жетеді. Жастардың басым бөлігі студент. Өмірдің ең қызықты әрі тәтті шағы, қызығы мен шыжығы мол студенттік кезде аштықтың да, махаббаттың да, ұйқысыздықтың да дәмін татады. Өмірдің осы бір өткелінде уақытын тиімді пайдалану өте маңызды. Әрбір университет жанында түрлі үйірмелер құрылады. Бұл ұйымдар оларға тәжірибе жинақтауға, жаңа таныстыққа, өзін көпшілік ортада көрсете білуге үйретеді. Кейбірі сабақтан соң күнкөріс қамымен жүреді. Уақыттың қадірін білмейтін жастар да бар. Достарымен түнгі клубта қыдырып, кино көріп, компьютер немесе теледидар алдында өте көп сәттерін өткізеді. Жас болған соң әр нәрсеге қызығушылықпен қараймыз. Жастар кейде балға қонған арадай үймелеп, компьютерлік ойынның қызығына да батып жатады. Абай ақын, қарны тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын демекші. Еріккен жанның ойына түрлі жамандықтар келіп, жат қылықтарға, қылмысқа бейім келеді. Әлемдік статистикаға көз жүгіртетін болсақ, жастардың қатысуымен жасалатын қылмыс салдарынан Еуропада жыл сайын 15 мың адам өмірмен қоштасып, 300 мыңдайы түрлі тән жарақатын алады екен. Адам үшін алтыннан да қымбат уақытты жастар қалай өткізуде? Жастық шақ жарқ етіп жоқ болатын өмір зая секілді. Өмір өткелінің осы бір тамаша шағында көңілін қалаған іспен айналысқанға не жетсін? Спорт, өнер, тіл үйрену секілді пайдалы істерді де ұмытпаған жөн. Уақыт әрқашан адам баласы үшін қымбат қазына. Біз әрқашан оған тәуелді екенімізді естен шығармағанымыз жөн.